ойлаңыздар, Жандарбек ағамыздың үлкен бизнес-центрі толықтай жанып кеткен. Сол кезде Жандарбек ағаның түрінен бір депрессияға түсіп кеткен, стрессқа түсіп, қайғы шегіп, бір жағдай айтып кеткен Жандарбек ағаны көргем жоқ. Айтпақшы, сен Нұртас Қайратқа еліктеп, сол Қытайдан көшіп келдің ғой, Қытай еліне осы Қайрат сияқты болам дедің. Өзім де Қайратқа түрім ұқсайды деп, сол Қайрат сияқты болам деп. Аға, осы біздің тұрақтылығымыз қалай ойлайсыз? Осы 1-2 жылдың төңірегінде көп емшілерге әсер етіп, жұмыстар жүрмей қалған сияқты көрінеді маған. Басқа да өзгерістер көп. Үйдегі келіншегімен қатынас қалай болады? Қарым-қатынас ол өте маңызды нәрсе. Негізі үйден адам көңілді шықса, жұмысты ер адам қопарады екен. Үйден көңілсіз шықсаң, бәрібір сырттан қандай энергия жинасаң да, бәрібір берекесіз болып тұрады екен да. Ал, қош келдің. Айжан Аралжан. Біздің студиямызға. Енді алдында осы идея келгенде біздерге, осындай подкаст студия ашамыз дегенде, өзіңе уәде берген бірінші болып, өзің шақырып, осы өзімнің YouTube каналымды ашам деп. Міне сәті бүгін келді, 8 мамыр. Ал әңгімені негізі көбінесе қазіргі уақытта жастар өз жолын табамай жүр. Өзің сияқты адасты уақытында. Бірақ сен осы жолды қалай жалпы ойлап осы жолға түстің? Қазіргі бүкіл өмірдің бәрін артқа қалдырдың да өміріңді өзгерттің. 200% өзгерді ғой қазір уақытта. Ассалаумағалейкум, Жандарбек аға. Көп рахмет. Осыдан бір 3-4 айды шамасы бұрын сіз айтқансыз, мен YouTube подкаст ашам. Сол кезде халыққа пайдалы подкаст болады. Сол подкасттың біріншісін Айжан сенмен бастаймын деген болатын. Сіз уәдеңізде тұрдыңыз аға. Сіз бізге үлгісіз. Осы біздің ортамызда жүрген ағамыз ретінде сізді үлгі тұтамыз. Ол сіздің жасыңыз ретінде емес, сіздің айтып жүрген сөзіңізге, әрбір іс-әрекетіңіз бізге үлгі болып жүр. Айтасыз, дейсіз. Студияларыңыздың құтты болсын, берекелі болсын. Өте керемет студия екен. Қаншама студиялар көріп келе жатырмыз. Сізбен сұхбаттас болып, бүгін бір жақсы тақырыптар ашады деген ниеттемін. Рахмет аға. Енді әрине осыдан бүгін енді үздіксіз тауға шығып жүрген күнімді айтайын. 768 күн болды бүгін. Осыдан 768 күн бұрынғы Айжан, ол қазіргідей ойламайтын, өмірді қазіргідей түсінбейтін, адамдармен қазіргідей сөйлеспейтін Айжан еді. Мен бір араңыздың сөзімді бөліп жіберейін. Мен не үшін сенімен алғаш осы студияны ашқым келді? Себебі қаншама жастар сөз ұқпайды да, былай айтқанда. Өмірлері адасып жүр. Сен әңгімеңде туберкулез ауруымен ауырғасын, дұрыс па? Больница жатқасын. Үйде түнімен әлгі құмар ойын дедің ба, әлгі компьютерден шықпай, достармен түнімен отырып, сол уақыт өткізесің. Неше түрлі қарызға кіргендерің бар. Барлық қиыншылыққа кіріп, ең соңында мынандай жақсы жол таптым. Бұны өздігіңнен қалай табады? Қазіргі жастар осы жол таба алмайды ғой. Енді әрине депрессия, стресс деген нәрсе бар ғой. Мен әңгімені содан бастағым келіп тұр. Неге? Өйткені мен өзім сол жолдан өттім. Депрессия, стресс ол адам өзіңе дискомфорт, мүлдем қашатын жол қалмаған кездегі болатын адамның бір сезімдері. Осыдан адам негізі жалпы депрессияда, стрессте екі түрлі деңгейге кетеді екен. Біреулер сол жерден беріледі да төмен деңгейге кетеді, құлдырайды яғни. Ал екіншісі жоқ болмайды деп өзін сілкіп басқа деңгейге өтеді екен. Ол өте аз ғой, ондай мүлде өзінің қатарында санатында бар. Өте қиын, өйткені адам депрессияға түсуінің өзінде де комфортты ұнататын адамдар көбінесе депрессияға түседі негізінде. Мен сол жандардың қатарында болдым. Виртуалды ойындарға кіріп кеттім. Ол енді виртуалды ойын болғанда бастапқыда жай ғана бір көңіл сергіту сияқты ештеңе жоқ, арасында бір ми сергітіп тұруға болады деген сияқты бір ойындар болды. Кейін ол дами келе
бірте ол жердегі персонажды дамыту үшін өзіңнің тапқан табысыңды сол жерге саласың, айналдырасың, персонаж дамиды. Ол енді сол ойынды ойнайтын аудиторияға, сондай ортаға мақтанып айтатын бір дүние да. Мысалға дүниемен мақтанып жататын бір адамдар болады ғой, тура сол сияқты виртуалды әлемде де сонда көлігіңмен мақтанасың. Виртуал деген қиял әлем ғой, жалпы. Қалай? Қияли әлем ба? Ол қалай айтсам болады, виртуалды әлем ол енді миыңды алдайтын бір әлем ғой енді. Шынайы өмір қызық емес екен. Жалпы виртуалды өмірге кіріп кеткен адамға енді сол виртуалды әлемге кіріп бүкіл табысымды сол жаққа салып, осыдан тек қана шығын бере бересің ба, өзіне алыс жоқ па сонда? Ол жерде табыс жоқ, ешқандай табыс жоқ. Ешқандай бір жеткен жетістік жоқ ол жерде. Виртуалды ойынды бір деңгейге жеткізген кезде қарасам, ақша да жоқ, отбасылық мәміле де жоқ. Өзіме қарасам, айнаға қарағым келмейді ғой, көңілім толмайды. Бүйту керек еді, сөйту керек еді деп жүресің. Үйде келінге, балаға қалай қатынас? Біздің тұңғышымыз ол қызымыз. Қызым ол кезде міне қызымның 1 жас, 1,5 жас кезде әкелік мейірімдік толық алады деп айта алмаймын енді. Сондықтан ол кездегі келіншегім менде қарым-қатынасым қатты болған жоқ. Ойындарға қатты кіріп кеттім. Сол ойнаушы ортамен қатты ойынға кіріп кеттім. Соның барлығы айналып келген кезде басыма соққы болып тиді. Қандай соққы? Ол яғни экономикалық қиыншылық, өзіңнің кезіндегі армандарыңның тіпті ауылы да көрінбейді. Мен оған қашан жетейін деген әңгіме да. Сөйтіп, ақыры қой, бұның бәрін тастайын деген ниет қашан келді десеңіз, ол бір келіншегімнің маған жылап айтқан ақылы, саналы түрде айтқан ақылы қатты миымды жарып жіберді. Содан кейін өзімде қой, бұлай болмайды деп бүкілін тастап, ойынды да тастап, ортаны да ауыстырып, қатты стресс, депрессияға кірдім сол кезде. Ешкіммен араласпастай болып, сөйтіп тауға шығып бастаған едім. Қандай түрткі болды сол тауға шығу? Кім түрткі болды? Бір адамды айта алмаймын, ол жерде сол адам негізі әуелі өзіне байланысты. Мен жалпы өзім негізгі бұрынғы арманым басқа еді да. Енді жаңа айтып отырмын, арманның ауылы алыс болып кеткеннен кейін кішкене ойлана бастадым да. Неге мен қашан жетемін? Мына жүріс қалай деген сияқты. Адамның миында жарылыс болу керек. Сондай бір мида жарылыс болды. Содан кейін тауға шығып бастап, сол тауда келді маған негізі ғой. Бұл қанша жастағы едің сол кезде? 2024 қой, енді 2024. Неше жастасың? Қазір енді 28-ге келдім, 26-дамын ғой. 26 жастан өтіп, сол тауда отырып келді аға маған ой. Негізі 26-та ақыл кірді дейсің ғой. Солай айтуға болады. Адамның психологиялық жасы болады екен. 7, 14, 14, 21, одан 21 плюс деген. Енді байқап көрсем, қазір енді 21 плюс деп айта алатын шығармын. Өйткені әрбір ситуацияға, әрбір іске салқынқанды шешім қабылдап, ойлана аламын. Ал ол кездерде енді психологиялық жасым 7-14 арасында шығар деп ойлаймын. Сол тауға шыққан кезде негізі мақсатым бір күніге тауға шығам, бастаймын деген ой болған жоқ. Тек тауға шығып бастадым. Медеу баспалдақтарына барсам, уақыт басам ғой жаңағындай. Барлығы уақыт басып шыққанды жақсы көреді. 31 минутта шығам ғой. Қарасам қасынан әжелер өтіп жатыр, аталар өтіп жатыр. Мә деп өзім намыстанып кеттім. Бір қыздарды қуып жетейін десем, қыздар өтіп жатыр жаңағыдай. Сосын басына нан шайымды алып алғам, мен аш қалатындай. Таудың басына барып отырып ойланам, саған деп Абай атамыз айтқандай өз-өзіме есеп алам ана жерде отырып. Сосын қой, болмайды. Бірдеңе істеу керек. Ал не істейсің деп, ана Қожаның фильмінде айна қарап өз-өзіне сөйлеседі ғой. Тура сол сияқты өз-өзіме жауап беріп сөйлесіп отырмын ғой. Ал не істейсің енді? Ортамды ауыстырамын. Ал ол орта бүйтсеші деп өз-өзіме бүйтіп. Жоқ, мен ертеңнен бастап тауға шығамын деп. Ал таңертең тұра алмасаңшы деп өз-өзіме ойланам да. Соңында енді ойымды жинастырып бір характер келді.
және де өткен уақытыма бір қарайтын болсам ешбір нәрсені тұрақты істемеген екенмін да. Ананың басын бір шалып, мынаның басын бір шалып, не оның түбіне жеткізген емес. Енді кім болмады мен өзі, ана барлық саланы көрдім да былай. Бірақ барлығын түбіне дейін апарған адам емес. Солай өз-өзімді сол жағынан қатты жедім. Мен неге сондай тұрақсыз адам болдым? Бір дүниені соңына дейін апара алмайтын сондай бір жеңілтек адаммын ба деп өз-өзіме қатты сондай намыстанып, бастапқы күндері сол депрессияның күшімен 31 минутта шықтың. Қазіргі уақыттағы рекордың қанша? 5 минут 40 секунд. 5 минут 40 секунд. Ой, бәрекелді. Мәселен, сен туберкулез болдың деп естігенім алдында. Өкпең тесілді. Ондан қалай шықтың? Сол қазіргі уақытта белгілер бар ма? Осы туберкулезбенен ауырғандар өмір бақи сақтанып, ары қарай осы не жүрді, өзін сақтанып жүреді? Жақсы, мен негізі мамандығым эстрада вокалы әншімін. Астанада тұрғам, Астанада тойларға барамыз. Бізде енді ыстық тамақ жоқ қой. Жалпы той саласында жүргендерге ыстық тамақ көп беріле бермейді. Сосын енді суық тамақ, суық ішкен жерімізде суық су, суық тамақ, солай өкпеге суық тиген. Мен оны елемей жүре бергем, жаңағыдай тынысым тарылды деп. Бір қарап, бір күні үйленгеннен кейін, бір 6-7 ай өткеннен кейін, бір күні аяқ асты тойдан келем да, жөтел қысып, көп мөлшерде қан жөтелім ана жерде. Басым айналып, бойымнан енді көп қан кеткен. Сөйтіп, шұғыл құтқарумен неге барам? Больницаға барам, өкпемді қарайды, КТ-ға түсіріп, өкпе бірнеше жерден тесілген дейді. Түсінбей қалам, саған деп. Сөйтіп, Астананың бер жағында Степногорск қаласына апарып жатқызады. Сол жерде енді бір аптадай қан тоқтату жұмыстарын істеді. Қан тоқтамады менде. Маған айтты, мен айттым, өкпе тесілген, туберкулез жерден тесілген. Ол бір жерден емес, бірнеше жерден. Ол яғни суық тамақты адам көп іше беретін болса, ол түбі өкпенің рагына, өкпенің тесілуіне алып келеді екен да. Сол кезде мен ол кісілерден сұрадым, өйткені менің келіншегім жалғыз қалған еді. Келіншегім және бірінші қызыма сол кезде екіқабат. Қанша уақыт жатамын мен мұнда? Сөйтсем, сен сияқты диагноздар бізге 2000 жылдардан бері көп келген. Енді аз кем дегенде бір жылдай жатасың деп маған солай істеген. Саған бір жыл несі мына жерде деп түсінбей, мана орманның арасы ғой енді. Сөйтіп, жоқ, былай болмайды деп қосымша шөп дәрілер қабылдадым. Сол жердегі кісілердің дәрілерін қабылдадым. Сол кісілерге көп рахмет. Қазақ кісілер кәдімгі жақсы жағдайымызды жасап, бірақ Құдайдың құдіретімен 2 айдан кейін өкпемді тексерген кезде ештеңе жоқ. Өкпенің орындары толық жамалған. Ол кісілердің өзі таң қалды. Неден шығарды, больницадан шығарды. Сосын 2 айда шығарды. Астананың суығы шығар мүмкін деген ниетпен бір жағы Алматыға көптеген келгенге жүрген. Негізі тауды, полигонын жақсы көремін, тауды өскеннен кейін. Алматыға көшіп келіп, бір жыл сол дәрілерін қабылдадым. Солардың бақылауында болдым. Бір жылдан кейін толық учеттан шықтым. Бірақ дей тұрғанмен жазылды дегенмен де мен 20-30 метрге кішкене темппен жүгірсем, өкпем кәдімгі қысылып қалатын. Ары қарай кәдімгі мүлдем мүмкін емес. Сонда ойлайтын, бұл ойнайтын нәрсе емес. Бұл деген енді тесілген өкпе, ол мүгедек как инвалид сияқты болдым ғой деген сияқты өзім сондай қабылдап қатты уайымға кіріп кететін. Сол тауға шыққаннан кейін мүмкін 31 минут содан шығар дегенде ой болды. Бірақ кейін тауға шығып, ақырын жүгіріп бастадым, марафондарға қатысып бастадым. Сол кезде мүлдем бұрынғыдай одышка, жаңағыдай шаршау деген нәрсенің барлығы менде түгелімен жойылды. Қазір оның ешқандай белгілері де жоқ. Мен ай сайын тексеріліп отырамын, менде барлығы жақсы. Бойыңда қандай аурулар болды басқа, өкпеден басқа? Жоқ, менде басқа ешқандай не болған жоқ. Сол өкпеден сынақ болды. Осы өкпе туберкулез ауруымен ауырдың. Енді қазір күнделікті режим отырдың. Енді өміріңде не өзгешелік болып жатыр? Осы қазір алдыңғы Айжан мен қазіргі Айжан, мынау көп жастарға осы үлгі болсын да, мынау адам өзгеруге болатынын дәлелдеп отырмыз да. Бұл өзіңді бірінші шақырғаным осы, көп жастар жол таппай жүр. Не істеуге болады? Жалпы немен бастауға болады дейді да. Көбінесе ақшамен, бір жерге бір көмек, біреуден демеу сұрайды да. Онсыз өзің, мен өзің, мысалы қазір өзің бастадың,
қазір сол қиыншылықтан шығып өзің жол тауып алдың. Сол жастарға, қазіргі осы жол таппай жатқан жігіттерге не айтқың келеді? Қандай кеңес бергің келеді? Енді әрине ақыл айтудан аулақпын, бірақ мен тек инсайт бөлуге дайынмын. Инсайт бөлісуге дайынмын. Мен қалай болды? Мен өзімдегі дүниені айтайын. Мен өмірімнің мәніне көз жүгірттім негізінде. Негізгі менің арманым не? Мен қайда бара жатырмын деген. Абай атамыздың айтқаны, адам өзіне шынымен де есеп алу керек. Есеп алмасаң, ол түбінде сен қайда бар, бәрібір өкініштің түбінде қаласың. Өзіме қарасам, біздің енді Абай атамыз айтады ғой, Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз ешқашан да жалған болмас. Сол Алла бізге айтады, Құранда айтады екен, бір адам өзін өзгертпейінше, мен оның жағдайын өзгертпеймін дейді. Шәкәрім атамыз не дейді? Шәкәрім атамыз біреудің мінін тергенше, жамандығын көргенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Абай атамыз айтады, өн бойыма қарасам, инедейін таза емес дейді. Бойдағы мінді санасам, тау санынан аз емес. Өн бойыма қарасам, инедейін таза емес. Аршып алып тастайтын жапандағы саз емес. Бәрі болды өзімнен, Тәңірім салған наз емес дейді. Әрбір ата бабаларымыздың да, тіпті Құранды қарайтын болсақ, бүкіл қателік, бүкіл осы өзімізге жасаған зұлымдықтардың бәрін өзіміз жасайды екенбіз. Сондықтан адам бірінші өзінен іздеу керек деп ойлаймын. Айдаладан біреу маған бірдеңе жасап береді деу, біреу маған бірдеңе істеп береді деу, менің ойымша ол. Енді сен қазір өміріңді өзгерткен осы тауға күнделікті бір уақытта шығасың, таң атпай шығасың, адам қандай әсерде болады? Мына ойға неше түрлі ойлар келді, мына энергетика жағың, өзің күш қуатың бойында қалай өзгерістер болды? Енді мына нәрсені айтсам, мысалға көбісі маған не өзгерді дейді, не өзгерді деген сұрақ келеді. Барлығы мынау өзгерді сен деп қана қоя салады. Негізі мен айтқым келетіні, көп дүние өзгерді деп айта алмаймын негізінде. Бірақ өзгеріс менің ойымша бір үлкен нәрсе өзгеру үшін кішкене тұрақтылықпен сәл ұзақ уақыт керек екен. Мысалы, негізі адамды жетістікке жеткізетін нәрсе тура жолы, өте тіке жолы, тез жеткізетін жолы ол тұрақтылық екен. Тек тұрақтылық болды. Бір істеген нәрсені қайталайсың, жалықпайсың, қайталайсың, болды. Түбінде жетесің. Қазір енді мендегі ұстанған жол былай аға. Мен түсініп алдым. Адамға ақшада, адамға бақытта, адамдармен қарым-қатынасың жақсы болуына да, жұмысыңның жүруіне де, Құдайға деген құлшылығында барлығына энергия керек екен. Энергия. Адам болып тұрған нәрсе энергия. Біреумен тартымды болып 100 жыл адам екен де, 100 жылы болып сөйлесу үшін де энергия керек екен. Ал біз сол энергияны барлық адамда энергия бар деп айта алмаймын. Мықты, таза энергияны шығатын көзін тауып алдық. Ол қандай көз? Ол бірінші дұрыс ұйқы, дұрыс тамақ, содан кейін спорт. Көбінесе дұрыс ұйқы деген нәрсені түсінбейді, бізде мынандай қалыптасып қалған. 8 сағат ұйықтау керек деген да. Ол қай мезгілде ұйықтайтынын олға маңызды емес. Олар 8 сағат ұйықтаса болды. Түнімен жүреді, таң атқанда мәселен түске қарай тұрады. Ол енді идеология ғой, жалпы халыққа түсінікті болсын деп сағатын айта салған. Сол үшін біреулерде жаңағыдай түнгі 2-де жатсам, бет 8 сағат есептейді, ол дұрыс емес. Ол керісінше энергияңызды әлсіретеді. Онда ұйықтаған кісілер білетін шығар, таңертең тұрған кезде де тағы да ұйықтағысы келіп, жатқысы келіп, отырғысы келіп, солай істеп тұрады. Негізі мелатонин деген гормон жалпы күн батқаннан кейін 1-2 сағаттан бөлініп бастайды. Ал ол бізде бұрынғы уақыт бойынша түнгі сағат 9-дан кейін дейтін. Ал естеріңізде болса, былтыр уақыты 1 сағат кейін шегеріп тастады. Қазір енді 8, ол бұрынғы 9, қазіргі 8. 8-де ұйықтайтын болсаңыз, таңғы сағат 3-ке дейінгі ұйқыңыз тыныш, терең ұйқы процесінде болу керек. Сол ұйқы деген нәрсені түсіндім. Басында тауға шығып жүргенде, таудан келемін. Көбісі маған сұрақ қояды. Таудан түскеннен кейін ұйқың келмей ма дейді. Ұйқың келеді, әрине сен кеште ерте жатпасаң. Мен ол кезде тауға шығуым керек, күнде тауға шығуым керек деп
бұрынғы әдетім бойынша 11-11:30 12-де ұйықтап, бірақ таңертең өзімді сындырып тауға шығатын, таудан келгеннен кейін салбырап ұйқым келіп қалады. Сосын ойлайтынмын, саған бұл не сондай, мен кеш жаттым, енді ерте ұйықтап көрейін деп 10:30-да ұйықтап көрдім, тағы да ұйқым келеді, 10-да ұйықтап көрдім. Кішкене келіп бастады, кейін тіпті ерте ұйықтап көрейін деп ерте ұйықтасам, саған ол кезде мүлдем басқа не болды. Келдім, энергия жетіп тұр. Сол кезден бастап менде мынандай настрой болды, так, мен кеште 8-де ұйықтаймын, барлығын жиыстырып тастаймын. Бірақ өте қиын ол негізі. Бірақ мен айтамын, егер 8-де ұйықтағыларыңыз келсе, таңертеңнен бастап дайындалыңыздар. Таңертеңнен. Сіз 8-де ұйықтаймын деп 8-де ұйықтай алмайсыз. Өйткені мелатонин деген ол энергия беретін гормон. Осы энергиясы келіп тұрған адам барлық нәрсеге желание дейміз ғой, желание ашылып тұрады. Ол шай ішкісі келіп тұрады, ол торт жегісі келіп тұрады, оған бірдеңе айтсаң кеттік давай деп тұрады. Өйткені энергия ғой ол. Ол энергия негізі ұйқыдағы адамның қалпына келуіне кететін энергия еді. Соны адамдар негізі сол жерде алданып қаламыз. Сол жерде мен әлі күнге дейін мен сол нәрсеге аз қаламын. Неше түрлі идеялар келіп тұрады, жоқ деп кәдімгі қорқып ұйқыға кеткенше асық боламын. Таңертеңнен бастап дайындаламыз. 2 жылға жоқ болды, бала-шағам үйренді. Кешкі сағат 7:30-нан бастап ұйқыға біз кетеміз, 8:30-ға дейін ұйықтап боламыз. Ерте ұйықтаған кезде енді таңертеңгі энергияңызды айта алмаймын. Егер осы подкастты көріп отырған кісілер болса, ерте ұйықтап бастаған кісілер болса, ол ерте ұйықтасаңыз, сіз таңертеңгі энергияны сол кезде сезесіз. Ол энергия, сіз тауға барасыз, спортпен айналысасыз, және салқын суға түскен кезде энергия, оны тіпті сөзбен жеткізе алмаймын. Оны просто сезіну керек. Таудан түскен кезде сіздің мүлдем ұйқыңыз келмейді. Ал сол ұйқыңыз келмеген, сол тасып тұрған энергияны қалай тиімді пайдалану, ол сіздің еншіңізде. Оны қай жаққа саласыз? Ол энергия деген ақша сияқты не ғой? Осы моментті мына жастар түсіңдер. Егер энергияны көтергілерің келетін болса, Айжан Аралжанның айтып жатқанындай уақытысында қараңғы түсе бастағаннан ұйқыға дайындық жасап, ары қарай ұйқыға кету керек. Таң атпай тұру керек. Осы әдісті мен уже 4 жыл, 5 жыл болды ғой қолданып келе жатқанымызға. Айжан, өзің мынау Талдықорғаннан ерсін бар қасыңда, Аман, Желаяқ бар, үшеуің жүгіріп келдіңдер, 300 километр ғой. Соны мысалы қалай 1 жылдық неңе таңертең тұру қалай болды? Сол жүгірісте қандай әсер болды? Жалпы бұл менде мынандай бір үрдіс бар болған. Жалпы 1 жыл 100 күн болса 100 километр, 200 күн болса 200 километр деген сияқты бір мүмкін емес нәрселерді істеп көргім келді да сол кезде. Өйткені бойда энергия тасып тұр. Мен бұрынғыдай емес сияқтымын. Менің күшім көп нәрсеге жететін сияқты деп миың сенің мүмкіндіктеріңді былай алдыға жылтқанда өзіңді мүлдем басқа адам сезінесің. Мен 1 жылға жуықтаған кезде тіпті менің шыдамдылығым көп неге жететін сияқты деген мақсатпен жалпы 265-ші күн болды тауға шыққаныма. Сол кезде мен 365 күн 100 күн қалды ғой, онда 100 километр жүгіріп көрейін деген мақсатпен жүгіріп көрдім. Өзім мынау Алматы қаласының төмен жағында тұрамын. Содан Шымбұлақтан қайта түсіп Әл-Фараби, Ташкентский мен неге Ұзынағашқа дейін жүгіріп бардым. 120 километр жүгіре алдым. Сонысына мәссаған деп. Қасымда Аман деген досым бар, өйткені ол көптен бері. Жай емес қой, сен төмен жақтан мынау Медеудің жоғары жағына бару, ол жайдан бара алмайды ғой. Соны істей алған кезде қасымда Аман деген досым бар, көп жылдан бері жүгіреді. Енді мүмкін мен аяғым тартысып қалса, мүмкін дұрыс емес жүгірсем, сол ақыл айтып отырады деп бірге жүгірдік. Мен таң қалып, мәз болып, сол кезде айттым, давай менің 1 жылдығыма 300 неге қайда жүгірсек болады? Талдықорғаннан Алматыға примерно 300 километр, давай 300 километр жүгірейік деп. Сол кезде айттық, сосын шынымен де 1 жыл келді. Ал деп онда көктемде Талдықорғанға бардық та, бері қарай жүгіріп бастадық. Мен шын айтсам, содан 1 жыл алдын, енді жаңа айтқандай 300 метрге жүгіре алмай, ырсылдап, инвалид болғаным осы шығар деп жүрген 94 килограммдағы Айжан едім да. Бірақ салмақ ауыр еді. Айнаға қарағым келмейтін, бет ауыз безеу, жаңағыдай майлы тамақ жейсің, енді барлық тұрмыс не жоқ, жалпы. Спортсмендерге қызықпайтын, мүлдем спорт деген нәрсеге қатысым жоқ еді. Әйтеуір ара-тұра ат мінеміз, оның өзінде де енді бала кезден қалыптасқан дүние болғаннан кейін. Сөйтіп Талдықорғаннан 3 күнде жүгіріп келе алдық. Өздеріңіз күтіп алдыңыздар Жанарбек аға сол кезде. Енді осы сұрақты өзіңізге қоюға болатын шығар. Сіз енді жазда
720 километр, иә, жалпы. Жоқ, 650 километр. 650 километр үйіңізге дейін. Осы Алматы қаласынан. Ол біз ғой көктемде біз 300 километрде енді күннің салқын болғаннан кейін баса салдық, қатты не болған жоқ. Бірақ Жандарбек ағаларымыз аман, қасында Нартай мырза бар, бірге жаздың аптап ыстығында 40-50 градуста сіздер трассамен Шымкент ауылыңызға дейін үлкен кісілерге құран бағыштау мақсатында жолға шыққан едіңіз. Енді мен айтайын, сол сен де себепкер болдың. Сол Талдықорғанға келген уақытта мен неге бара алмаймын дегендей ой болды да. Алдында мен ойлап жүргем, өзімнің Алматы шаңырағымнан Шымкенттегі туылған шаңыраққа дейін барып, жаяу барсам деген ой туындады да. Мен барам дедім да. Соның туған күнім кеп қалды. Сонымен анау болғанша шілденің аптап ыстығына келді. 45-50 градусқа дейін көтерілді ғой. Осы оған қарамай жалпы бардық. Мен енді өзіме былай не болса, мен өзім қырсық адаммын. Егер бір нәрсені жасай алмайсың дейтін болса, егер маған шынымен ашуыма келетін болса, оны жасауға тырысамын да, оны істеймін міндетті. Енді биылғы жазда ойлап отырмын ғой, енді қаншалықты тыныштық болатын болса, Түркияға, мәселен, Анкараға дейін жаяу бар да, Алматыдан. Қазір сондай жасап отыр. Соны ойлап жатырмын да, мен егер жұмыстарын бәрі реттеп қоя алсам, оны жасаймын, істей аламын да, ол қолымнан келеді. Сізге сенемін. Ол мәселен өте қатты аптап ыстықта маған қатты ыстық әсер берген жоқ, бірақ аман болсын, Нартай болсын, оларды көрдім. Олар ұялғанынан барды, болмаса олар жолда қоя-қояқ деген сол тоқтайын деп отқан жігіттер ғой, бірақ барды. Керемет. Оларға да көп рахмет. Енді осы орайда сіздің де үлгі жеріңізді айтуға болады. Осыдан 1 жыл бұрын мен қазір мына зданияға келіп, сырттан қарап, мен дұрыс келдім ба деп қайта-қайта қарадым да. Сіз кәдімгі осыдан 1 жыл бұрын ғана бір күні ұйқыда жатып, таңертең тұрып, біздің өзіңмен күрестің өз группасы бар, жобадағылар. Группаға қарасақ, Жандарбек аға жаңа видео жіберген. Ал жігіттер мынау 6 этаждық зданиям толық жанып кетті деп қана жай видео жіберген. Біз шошып кеттік кәдімгі. Сосын мен ойладым, Жандарбек аға мүмкін біз топтасып барып көмек керек шығар, бірдеңе дүниелер шығару керек шығар деп Жандарбек аға звондаймын. Ассалаумағалейкум аға, қалыңыз қалай? Уағалейкум ассалам. Не болды аға, бәрі тыныш па? Қандай бізге көмек керек десем, Жандарбек аға, сол 6 этаждық зданиям жанып кетті. Енді не істейміз, сіз қайдасыз десем, мен Медеуде соқсуға түсіп келе жатырмын дейді. Осыдан бір жарым сағат қана ойлаңыздар, Жандарбек ағамыздың үлкен бизнес-центрі толықтай жанып кеткен. 1 жарым сағаттан кейін Медеуге барып соқсуға түсіп келе жатқан Жандарбек ағаның дауысын естіген кезде, мәссаған деп бір таң қалғаным бар. Екінші таң қалғанымды айтайын, қазір Жандарбек ағаның өзіне сұрақ қоярым. Екінші менің қатты таң қалғаным, сол кезде Жандарбек ағаның түрінен бір депрессияға түсіп кеткен, стрессқа түсіп, қайғы шегіп, бір жағдай айтып кеткен Жандарбек ағаны көргем жоқ. Әйтпесе осы зданияның өзіне қанша миллиардтаған ақшалар жанып кетті, сол кезде Жандарбек ағаның түрінен ешқандай бір депрессия көргем жоқ. Керісінше бұл кісі бұдан мықтысын соғам деп солай айтқанын естігенім бар. Енді міне араға 1 жыл салды, мүлдем танымастай здания ағамның енді. Сіздің осы кәсіптегі жолыңызды, кәсіптегі мінезіңізді, өмірдегі осы мінезіңіз туралы білгім кетті. Сіздің мінезіңізге қарап көп адам, даже мен өзім үлгі тұтамын сізді. Мінез туралы айтып берсеңіз. Мен өзім мінез туралы айтпай қойын. Мінез туралы ол сіз айтсаңыз жарасатын сияқты. Қалай осы? Негізі мен өзімнің байқайтын мінез екі түрлі туады. Біреу мысалы туылғанда надан мінезді болып туылады. Екінші өмір мәселен мінез қалыптастырады. Ол өмір мінез қалыптастырады деген бұл бала кезден еңбек жұмысқа берілген адамдарда мінез болады. Ауыр жұмыс. Мен кішкене кезден әке-шешеміз, анамыз, әкеміз бізді аяған жоқ, жұмысқа салды. Мынау жазда 3 ай каникулда біз демалыс болмайтын. Колхоздың помидоры болсын, мына пиязы болсын шаптырып қойып, күн аптап ыстықта жұмысқа салатын, ауыр жұмыстарға сала берді. Солай біздер шыңдалып өстік деп ойлаймын. Содан мінез қалыптасты деп. Мынау келген уақытта мәселен сағат 3-те хабарлатты, осындай здание жанып жатыр. Мен ойладым, кішкентай ғана жер жанып жатқан шығар деп келіп қалсам, бүкіл лаулап жанып жатыр ғой.
келдім да қандай сезімде болдыңыз? мен дедім кеттім дедім да. Қасымда енді жеңгең бар. Ол жоқ, мен қалам деді, ол қалды, мен кеттім. Үйге бардым да не істеймін енді. Болар іс болды. Арасын қайғырмағын бәрібір бітті. Енді қалай да бұны жақсылап тұрғызып, ары қарай әрекет ету керек, іс жасау керек. Мен өмір бақи еңбекпен өскен адаммын ғой. Қолымнан келеді, оны жасаймын, оны істеймін деген мақсат болды да. Немді суға күнделікті әдетім бойынша алып алдым да суға барып түсіп, біраз сілкініп алдым. Содан кейін ғой, мына көбінесе стресске кіріп кеткен, қаншама қиындықта жүрген жігіттер болсын, қыз келіншектер болсын, ерте тұрып, күніге әрекет етіп, басың ауған жаққа кете бер дейміз да. Қан айналу керек. Қан дұрысталатын болса, адамның ойында бір бомба болады, жарыс болады. Оны қалай да шығуға болады да. А стресске кіргендер жата беріп, ары қарай кіре берсе, одан тұңғиықтан шыға алмайды. Ол өз-өзін жаманшылыққа апаруы мен қаншама адамдар осындай стрессте жаманшылыққа өзін қиып атады ғой. Сондықтан мінекей еңбек, жұмыс қайтып шүкір бәріне. Жалпы қайтпайтын мінез болу керек сияқты. Ол қайтпайтын мінез осы спорттан беріледі. Жақсы спортсмендердің бәрі мінезді болады. Одан кейін еңбекпен қайраттанып өскен адамдар мінезді болады. Бірақ әрине кейбір жігіттер айтады, біз қанша жұмыс істесек те істейміз, өспейміз, ақша таппаймыз дейді. Мен де сондай ауыр жұмыспен барлық этап өмірден өттік та, бірақ әрбір ісімізде ойланатын, не жасадым, қалай істеуге болады, қалай тездетіп әрекет етуге болады. Мысалы, кез келген жұмыста мен әдістер тауып алатын, жеңіл жасайтын, тез, жылдам әдістерді ойлап, сол жұмыстың соңына түсесің ғой. Мәселен, қазір жастар жұмыс істеп атады ғой. Қарайсың, істеп атады, жұмыс біткеннен кейін алты шыр ете қалама, бәрі жұмысты қалай болса солай қалады да, соткілер ұшқылайды да қашады. Жақсы көрмейді. Олардан дым шықпайды, олар маман бола алмайды. А маман болатын адам сол жерде орындарын тазалап, бәрін жақсылап, күні бойы таңертең кешке дейін сол жұмыс процесін ойлайды. Соны қалай дамытам, қалай өзімді істетем. Ол сондай адамдар мысалы биікке шығады. А егер әлгі уақытын босқа барады, әйтеуір жұмыс істесем болды. Мен айтам оларға, сендер қаласаңдар да, қаламасаңдар да 8 сағат, 9 сағат жұмыс жасайсыңдар. Бірақ істесеңдер өздеріңе пайдалы, жоқ істемей әлгі телефон шұқылап, басқа істесеңдер өздеріңнің өмірлеріңе зиян келтіріп жатсыңдар. Сондықтан жұмыс істеу, еңбек жасау. Мен өзім еңбек адамы есемді айтам да. Көбінесе блогерлер көп қой қазір. Жұмыс істемесең де былай баюға болады, ана мына, ол енді аз ғана процент шығар, бір 3%, 2%, бір 95% еңбекпен өсу керек. Халықтың бәрін жеңіл ақша табуға. Қаншама адам. Мінекей өзіңде мәселен қиыншылықтар болды. Өмірдің барлық қиыншылықтарын көрдің, ойының жаман, әлгі оңай ақша тапқың келді. Айтпақшы, сен Нұртас Қайратқа еліктеп, сол Қытайдан көшіп келдің ғой, Қытай еліне осы Қайрат сияқты болам дедің. Бола алмадың ба? Қалай болды? Ол жол қиын ба? Оны қайдан естіп алдыңыз аға? Өзімде Қайратқа түрім ұқсайды деп, сол Қайрат сияқты болам деп. Негізі Қайрат Нұртастың жалпы маған әсер етуі ол рас. Қайраттың алғаш сол әндер шыққаннан бастап біз тыңдайтынбыз. Тіпті Қайрат біздің жаққа бір концерт берген кезде де соның концерттеріне кәдімгідей билетті ең бірінші алуға тырысатынбыз. Қайратмен мен қатты ауырдым. 2009 жылдан бастап ауырмай жүрек деген әніне шыққаннан бастап сол кезден қатты ауырдым. Бүкіл шашымды, киімімді барлығын Қайратқа еліктедім. Қайраттың жалпы мен Қазақстанға келуіме, жалпы қазақи болмыс болуға, осы әнші болам деген арманның барлығын оята білген жалпы Қайрат Нұртас деп айтуыма болады. Қайрат Нұртастың бүкіл суреттерін үйдің бір дуалына іліп тастайтынмын, түнімен гитарамды әкеп, соның бүкіл әндерін айтатынмын. 250 бірдеңе әні болды осы есімде қалғанша 2015-терде. Сол әндердің барлығын жаттап алатын. Барлығының минусовкасын әкеп, сол түнімен ән айтатын.
Мені Қайрат Нұртас деп барлығы тойға шақыратын, мероприятияларға шақыратын. Кейін Қазақстанға, мен университетте оқып жүрген кезде университеттен шығып Қазақстанға келуге махаббатым ашылып, осы жаққа келіп Ол Қытай елде шақыратын еді ғой Қайрат Нұртас. Қазақстанға келгенде Қазақстанға келдім. Қазақстанға келгеннен кейін Қазақ ұлттық өнер университетінде оқып, сол жерде эстрада вокалға түстім. Бірақ енді Қайратқа еліктеп ол жерде әнші боламын деген өте қиын. Өйткені ол жерде түрлі жанрда сенің даусыңды қояды. Даусыңды қойып бастаған кезде сенің шынайы даусың шыға келеді ол жерде. Сен Қайрат Нұртастың даусымен распевка жасай алмайсың, яғни даусыңды дайындай алмайсың. Адам еліктеген кезде соның даусына пародия салады. Пародия ол сенің шынайы даусың емес. Шынайы даусыңмен дайындалған кезде өз даусың шығады да. Кейін өз жолыңды тапсаңшы деген көптеген ұстаздарымыз болды өнерде. Майра Ілиясова дейтін ұстазым болды. Сол кісі мені көп концерттерге апарды, спонсорлар іздеп көптеген концерттерге қатыстырды. Сөйте келе өз жолымды табайын, кәсіби әнші болайын деген мақсатпен шашымның түрінде өзгертіп, өзім айжан болуға тырыстым да. Бірақ жалпы Қайрат Нұртасқа көп рахметімді айтқым келеді. Ол шынымен де былай үлгі бола білді. Әлі де сол деңгейде ғой ол кісі. Сондықтан Қайреке көріп отырсың. Енді өнерден жол таба алмадың ба, қалай болды? Қазір эстрада өнер жолынан оқыдым аға. кеттің ғой. Айтқанда өнер жолында жоқсың. Негізі мамандығым әнші болу еді. Бірақ шыны керек, әнші болуға мен негізі кәсіби әнші боламын ба деген ниет болған. Жалпы кейін Димаш Құдайбергенге де біздің старшагіміз ғой, сол кісіге де қатты еліктеп Димашқа да біраз конкурстарға қатысып бастадым. Бірақ енді ол үшін анау бала кезден дауыс қойылып, қалай айтсам болады, көптеген репертуар болу керек. Мен енді бала кезден мал бағып, радиодан әндер естіп өскен баламын ғой. Менің қоржынымда көптеген репертуарлар жоқ. Ол үшін де көп уақыт керек. Енді менің қазіргі ниетім өзімді дамытуға. Тек өзімді дамыту. Өнер жолын бірге алып жүру қалай? Өнер жолына бұйырса келем деген ниеттемін. Енді қазір тауда жүресің, айқайлап, сол жерде дауысты ашып, былай ешкім кедергі жоқ. Неге мүмкіндіктер бар? Соны неге қолға алмасқа? Ақша керек, бір ауыз сөзбен. Көп ақша керек. Аранжировкаңызда, клипіңізде уақыт тауып, мықты жаттықтырушыға барып дауысыңызды жаттықтыруыңызда оның барлығы ақша. Сен бірден әнмен табыс тауып бала шағыңды асырауың қиын. Әрине үйленгеннен кейін менің қазіргі жолым тек бала шаға бағу, кішкене қаржы жинау болып отыр да. Енді қазіргі жұмыс кішкене өсіп бастаса, өз-өзіме инвестор бола алатын, өз-өзіме ешқандай уайымдамай қалаған дүниемді жасай алатын бір дәуір келетін шығар. Сол кезде бұйырса өнерге ораламыз. Жалпы менің өнер жігіттеріне, қыздарына дән ризамын да. Себебі мен өзім психологиямда мына қазақ тілін негізі жоймай келе жатқан осы әндеріміз. Бізден өнер саласындағы жігіттер осы қазақты кішкене ғана осы тілімізге кішкене үйір қылып жатыр да. Болмаса, өнер жағы болмаса, білмеймін қазіргі уақытта біздің тіліміз қандай деңгейге кететінін. Бірақ қалай ойлайсың, қазіргі уақытта ғылыми, білімді, өте мықты адамдар бар да, елге қызмет етіп жатқан. Бірақ олардан да жоғары тұрады мына біздің әншілер. Сондай деңгейге лайықты ма? Қалай ойлайсың? Өз былай халықтың соларды құрметтеуі. Біздің әншілердің деңгейі ол халықтың деңгейі ғой аға. Біржан Сал атамыз Абай атамызға келіп ән айтып берген екен. Сонда ән айтып, Абай атамыз таңғалып, мәссаған Біржан, сендей әнші енді тумас, не деген дауыс деп тамсанған ғой. Сөйтсе Біржан атамыз тұрып Абай атамызға айтатын көрінеді. Абай аға, мен сияқты әншінің әлі 100 келіп 100 кетер, бірақ сіз сияқты тыңдаушы тумайды ғой деген екен да. Тыңдаушы. Біздің мысалға кез келген көлікке барыңыз, Димаш әлем танып жатқан, әлем мойындап жатқан Димаштың әнін ешкім тыңдап бара жатпайды. Димаштың барлық өлеңдерін жазып алып ешкім тыңдап жүрмейді, айдалады. Тек қарасаңыз той әндері, жеңіл әндер, сондай әндер. Біздің ол халықтың тыңдау қабілеті. Енді Еуропаға барсаңыз, Парижға, Лондонға барсаңыз,
олардың концерт оперный театрларында өте мәдениетті түрде жоғары оперный әндерді тыңдап, халықтың тыңдау қабілеті сол деңгейде. Енді біздің өкінішке қарай аға, сіз өзіңіз де тойды көп айтасыз ғой, тойдың көп болуы да сондай әншілермен думанды өтсе. Қазір той әндерін жазсаң көбірек сен өтімдісің. Сонда былай айтқым келеді ғой, мәдениет бізде өте төмен екені, өте әншілердің деңгейінен ойы биік емес екені осы жерде айтқым келіп отыр ғой. Енді ауыр айтқым келмейді аға. Негізі мүмкін. Болмаса халықтың арасында қаншалықты мықты білгір кісілер көп қой. Білім жағынан болсын, ғылым жағынан болсын, оны халық танымайды. Бірақ әншілерді барлық халық таниды. Біздің едағы анау Шабыт Астанада Қазақ ұлттық өнер университеті болсын, Алматыдағы Темірбек Жүргенов болсын, барлығында опера оқыған, эстрада вокал оқыған, мықты дауысы, мықты мен әнші боламын, мен Сәкен Майғазиев боламын, анау боламын деп бастаған әншілер өте керемет деңгейге дейін дамиды. Бірақ артына қарасаң 100 әншінің біреуі шығады, болмаса шықпайды. Ал ол шығып жатқан әншінің өзі де әйтеу халықтың бір хит әнмен шығады, болмаса қалғаны тек бір филармонияда, болмаса кез келген бір отырыста өзінің дауысын көрсетіп қояды, болды. Өйткені біздің халықтың тыңдауы сол. Өкінішке қарай. Ал енді халыққа осы жерде бір айтатын ұсыныс, негізі осындай ғылыммен, біліммен айналысатын кісілерді көбірек тыңдап, солардың жолын таңдау. Қандай керемет. Кәсіби деңгейге көшу. Әнші ол кәдімгі өзің қарапайым сияқты өз деңгейіндегі адамдар. Сондықтан аса қатты құрметтеп төбеге шығарып жіберуге де, ол да біздің мәдениетіміздің белгісі болып тұр ғой енді, қалай айтқанда да. Ал енді соңғы сөздерге батыр ғой енді. Мәселен, қазіргі уақытта байқап атсаң, жастар әсіресе өте қатты жүрегімді ауыртады. Барлық жастар тәтті сусынға отырды. Коласы бар, лимонаты бар, әлгі дизиі бар, гориласы бар. Енді мен енді шошып кетемін. Екінің бірі күнде ішеді ғой. Осы жайында не айтқым келеді? Салқын ішке қарай беріп жатыр да бұлар. Іштің бәрін суықтатып. Біздің өкінішке қарай сол енді басына тимесе қоймайтындай бір сондай бір қырсық мінезіміз бар ғой, жалпы халықта. Гориладан ішіп бөліп жатыр, горилла ішіп инфаркт, инсульт болып жатыр дегенді естіп жатырмыз. Мықты актер кісілердің де өзінде қарап жүрсеңіздер, бессахар кола ішіп, ол кісі өмірден өтті. Мысалы, ол нәрселердің бәрін білмей жатқан жоқ біздің жастардың барлығы. Горилланы қолына ашып бара жатыр, зиян екенін біледі. Осы тақырып бойынша мемлекетте, мына отырыстарда ешкім ештеңе айтпайды. Қазір той туман, коланы үйіп тастаймыз. Мына біздер үлкендер бұзықта, былай айтқанда жастарға тәрбие беремедік. Соны тәтті сусындарға отыруына біз себепкер болдық. Біздің замандастар себепкер болды. Соны әлде де отбасыларын көріп жатамыз. Әлгі столовыйға барады, болмаса бір ресторанда отырады, балдарына муз салған әлгі сусындар беріп жатады. Қалай болады? Не болады? Осы жайында халық білмей ішіп жатыр ма? Әлде де осыны білетін болса тоқтау салатын еді осы салқын сусындарға әсіресе. Халықты жаппай салауатты өмір салтына көшіргім келеді. Негізгі мен қазіргі бір армандарымның біреуі халықты жаппай салауатты өмір салтына көшіру үшін бір үлкен саясат ойлап табу емес, тек осы әрекеттерімізбен халыққа түсіндіре беру, қызықтыра білу, көрсете беру керек. Мүмкін ақырын келеді. Егер қазір мысалға мен енді түнгі сағат 12-1-лерде кейде оянып қарасаң, кішкене балалар әлі далада ойнап жүреді. Кішкене балалар. Бұл енді ол кішкене баланың қателігі емес та. Бұл тікелей ата-ананың жауапкершілігі. Әке шешенің болашағына деген сондай жаны ашып тұрмағаннан кейін барлық тәрбие ол кішкене кезінен басталады. Біреудің үйіне кішкентай баласына ұят болмасын деп кәдімгі шоколад тәттілер алып кіреді. Ал зиянын білмейді да. Сондықтан әуелі үлгі көрсететін біз ата-аналар, біз бірінші бастап өзіміз үлгі болуымыз керек. Мысалға мен бала-шағам ешқашан шекер қосылған, тәтті қосылған шоколадтар жемейді. Шоколад жегісі келсе мен 5 сахар шоколад алып берем. Көбінесе қымыз, шұбат, ақ тағамдарға үйретіп жатырмын. Қазір бала-шағам да сондай үйренді. Үйде ақ нан жемейміз. Мен өзім цельнозерный деген қара нан бар, ішінде шемішке қосылған.
сонымен тамақ жеймін. Қазір балаларым да кейде солар жесін деп басында ақ нан әкелетін. Ана әке шешеге қарап үйренеді екен аға бала. Соны ақ нанды жемейді да таласып қара нанды екеуі ішінде шемішкесіне қызып жеп бастады. Қазір ана қара нанды таласып жейміз үйде. Соны салауатты өмір салтына кішкентай кезінен біз үлгі бола білдік те. Менің қазіргі тағы бір арманымды айта кетейін аға. Іште айтылатын дүние көп енді, инсайттар көп аға. Бірақ пайдалы болсын үшін айта кетейін. Менің қазіргі бір арманым халыққа үлгі болып, халыққа ақыл айтып ондай емес. Мүлдем аулақпын. Тек артында өсіп келе жатқан балаларым бар. Балаларыма болашақта арманың не деген кезде арманым әкем сияқты болу деп айтса, ол болды. Мен үшін сол өмірде жеткен үлкен потолок дүние да. Жоқ, енді өзің шектеме, сен енді өзіңмен күрес. Тобын құрдың, қаншама жігіттер, 800-ден астам жігіттер сонда кіріп, сол мүше болып, көпшілігі тұрақтылық сақтай алмай кіріп шығып жатыр ғой. Ол жігіттер мысалы неден шығып кетіп жатыр? Басында жақсы жүреді, жақсы қосылып. Біздің қазіргі мынау өзіңмен күрес жобасы бұл тауға шығатын, салауатты өмір салтын ұстанатын сондай бір қанша жігіт қалды қазір? Сырттай қарағанда сондай топ ретінде көрінеді. Қазіргі таңда 40 жігіт тұрақты келе жатыр. Негізгі олардың бірде-бір күн арада бос уақыт қалдырмайды. Үйлерінде жүретін болса 10 мың қадам не береді ғой, есеп береді ғой. Дисциплина, былайша айтқан кезде тұрақтылыққа тұрған азаматтар. Өзіңмен күрестің басты құндылығы ол тұрақтылық. Ол дисциплина. Күнделікті арада бір күн демалыс берсең. Бір күн демалыссыз. Неге демалыс бермейсің? Демалыс деген сол ғой аға, біздің тауға шығып энергия жинауымыз ол үлкен демалыс. Жоқ, бір күн арада бір ұйқыға бір онда қинап қоямын ғой. Біздің жобаның құндылығы кетіп қалады онда. Біздің жобаның құндылығы да әрбір осы қазіргі жүрген 40 азаматтың қай-қайсынан сұрасаңыз да өзінің үйіп төгіп үлкен өзгешеліктерін айтып бере алады. Қандай өзгешеліктері бар? Соны бір жіктеп айтсақ. Күнделікті тұрақтылықта не өзгереді? Нақты әрқайсысын жеке-жеке айтуға уақыт жетпес, бірақ нақты мысалыға менің өзім өзгерістерімді айттым. Бізде кәсіпкер үлкен-үлкен зауыты бар, кәсібі үлкен азаматтар бар арамызда. Ол кісілер обороты 2 есеге өскенін айтады. Және арамызда экономист Мақсат Халық деген кісіні білесіз, ол кісі псориаз деген тері ауруымен ауырған ол кісі. Медицинада ем жоқ қазір. Емі жоқ. Псориаздың қазіргі неше түрі дәрісін шығарып жатыр, бірақ олар уақытша қояды, бірақ қайталайды. Ол яғни қаннан болатын ауру. Тауға шығып бастап жүргенде Мақсат Халық мырзаны көрдік. Сол кезде ол кісі айтты, мен аптасына 2 рет шығып жүрмін. Мен айтам, біз күнде шығамыз. Уақытыңыз болса күнде шықсаңыз деп. Ол қалай болады екен? Сен неше күн болды шыққаныңа? Сіз неше күн болды шыққаныңыз? 125 десем. Мәссаған деп сол кезде видеоға түсіріп, мәкең айтам, давайте сіз де шығыңыз, Мақсат мырза, күнде шыға аласыз. Ол керемет деп пайдалы жағын айтам. Мақсат Халық мырза бірден шешім қабылдады. Болды деп ертесіне бастап бірінші күнде бастады. Сол кезде ол кісі суға түсуге комплекс ұстап жүретін себебі арқасы полный. Көрдік қой, арқасының бәрі жара болатын. Киіммен түсіп, шаштарының арасы солай болатын. Суға түсіп бастап жүрді, мән бермедік. Біздегі ол кезде ойда болған жоқ, суға түссең жақсы боласың деген. Тек ол кісі солай комплекс ұстап, солай істеп жүрді. Арада бір 100 қанша күн өткеннен кейін мен көз үйреніп кеткен ғой енді. 100 бірдеңе күннен кейін қыс келе жатыр, қарасам, судан шығып, кейін келе жатыр, қарасам, мүлдем жаңа баяғыдағы арқасының көрінісі көз алдыма келді. Мүлдем ана бұрынғы кейін до после болып тұр. Арқасын қарасам мүлдем кетіп қалған. Сосын мәке бір контент жасайықшы деп бір контент жасадық. Сол контент шығарғаннан кейін ол кісіге күнде әлі күнге дейін сұрақ қоятын көрінеді. Псориазды адамдар көп екен. Оның бірден бір емі дұрыс тамақтану, дұрыс ұйқы, спорт және салқын су. Салқын су қан айналымыңызды жақсартады. Ұйқы сіздің толық денеңізді қалпына келтіреді, денеңіздегі дұрыс емес гормондардың бәрін қалпына келтіреді. Дұрыс тамақтану сіздің бойыңыздағы дұрыс емес нәрселердің барлығын реттейді. Жақсы, денсаулыққа байланысты. Басқа қандай? Басқа да өзгерістер көп. Үйдегі келіншегіңмен қатынас қалай болады? Қарым-қатынас ол өте маңызды нәрсе. Негізі үйден адам көңілді шықса, жұмысты ер адам қопарады екен. Үйден көңілсіз шықсаң, бәрібір сырттан қандай энергия жинасаң да бәрібір берекесіз болып тұрады екен. Отбасындағы қарым-қатынасымыз жақсарды.
адамның жүрген уақытта қан айналымы дұрысталып көңіл күй көтеріледі. Мен Жаңа айтамын да, идеялар, жаңа ойлар. мынау адам 3 нәрседен тұрады деп өзім былай қорытындылаймын да, қарасам. Жан, тән, қан деймін да. Үшеуі де 3 әріптен тұрады. Ал біздің тәнімізді көтеріп тұрған жан. Ал жан жану үшін оған қанның тездігі керек, қан айналу керек. Қан қайдан айналады? Қан біздің аяқтарымыз көп қимылдаған кезде қанға напор жүреді екен. Қан қатты айналғанда ол жүрекке барады екен. Жүрек біздің қанды айналдыратын мотор ғой. Жүрек қанды қыздырады екен. Қызған қанның буы дейді, ол миға барады дейді да. Ал миға барған бу ол жақсы ой пайда қылады дейді. Өзімізде байқайсыз, күнде біз 10.000 қадам деген жүктеп қойғанбыз. Тауға күнде шықпаса да таңғы сағат 8-ге дейін 10.000 қадам жасау керек азаматтарымыз. Таңғы сағат 8-ге дейін 10.000 қадам жасаған адамда жалпы тоқтамай бір сәтте жақсы ойлар пайда болады. Әрбір жақсы ойда жүрген, бойында кортизолы жоқ, сондай энергиясы болған азаматтардың өмірі өзгермеу ол мүмкін емес. Енді таңғы ерте тұру, жүру, суға түсу, бұл мүлде өзгермейтін адамымыздың өзгертеді ғой жақсы жағына. Осыны күнделікті айтып келе жатырмыз. Халқымызды осы қиындықта жүрген жігіттер осыны алыңдаршы десек, олар бәлкім 1 апта, 2 апта жүреді де сынып қалады ау деймін. Ол 1-2 аптада келетін нәрсе емес қой ол. Жаңағы бір сұрағыңызға жауап бермей кеткен екен. 800-ге жуық азаматтар болды, содан неге 40 қалды, қалған неге шығып кетті дегенде, ол азаматтарды ешқандай кінәлай алмаймыз. Ол барлығы да өзіміз сияқты азаматтар. Тек ол кісілердің шығып қойған себебі, тұрақты бола алмаған себебі ұйқы режимінің дұрыс еместігі. Сіздің 1000 жерден қанша характеріңіз болса да, қанша мотивацияңыз болса да, ұйқыңыз дұрыс болмаса, сізде дисциплина болмайды. Тіпті менің де осы 768 күн келе жатырмын, бір күн ұйқым дұрыс болмаса, мен тауға өте қиналып шығам. Тіпті анандай ойлар келеді. Арасында тойға барған уақыттарда ертесіне таңертең тұру мүмкін емес қой негізі. Енді тойға бармаймыз айтпаймыз. Таныс бар, тамыр бар, оның барлығына мүмкіндігінше түсіндіріп, ертерек 8-9-да қайтып кетуге тырысамыз. Той анасын беріп. 8-9-да басталды ғой біздің қазақтың тойы. 9-да басталады. Енді әрине ол тойда басталмай жатыр. Той анасын беріп қайтамыз, енді амал жоқ. Түсіндіреміз. Сонда кімге жасайды ол? Бәрі сөйтіп қайтып жатса еді. Халықтың енді 95%-ын жасайды да. 5% біз сияқтылар. Түсінік төмендер сол түнімен жүре берді ғой, түсінбегендері, солай ма? Енді сол кісілерге түсінік берсе дейміз енді. Ел болып ерте жатып, ерте тұратын болса, бұл ел, қазақ елі қандай мемлекетке айналамыз? Онда біз Жапония боламыз ғой, аға. Жапония болады. Жапония боламыз. Бірақ оған қалай жол тауып, сол ақыл ойларына сіңіруге болады? Оны қазіргі біздің істеп жүрген тірлігімізге күліп жүр ғой көбісі. 1-2 адам қолынан не келеді, ештеңе келмейді ғой. Біздің істеп жүрген тірлігіміз қазір бейтаныс көрінеді адамдарға. Өзіңізде қарап жүрсіз, неше түрлі блогерлер біздің суға түскенімізді көріп, мыналар жынды, мыналар ауырады, суға түспеңдер деп керісінше насихаттап жатыр. Бірақ бізде дисциплина бар. Біз өзіміздің осы құндылықтарымызды тоқтатпаймыз. Көресіздер, 2026 ма? Мен бұйырса деп айтайын, 2050-ге дейін, 2040-тан ары қарай біздің халықтың бір 50%-нан көбі салауатты өмір салтына толық көшеді деген нық сеніммен айта аламын. Өйткені қазіргі жастар ақылды, қазіргі жастар көп жазады маған да, салауатты өмір салты не екенін түсінді. Қазір көп дүние қызық емес. Мүмкін осындай жастарымыз салауатты өмір салтына көбірек тартылатын болса, біздің 2040-тан ары қарайғы халықтың сапасы да арта түседі деген ниеттемін. Енді бізде қазақ халқына түсіндіретін нәрселер көп. Біз өз ойымызды кішкене қысқаша уақытта жеткізе алмаймыз, бірақ жалпылама егер өз өмірін дұрыс жолға қойғысы келсе, ертеңгі күні бақытты болғысы келсе, ешқандай дәрі-дәрмексіз энергия қуаты бойында болғысы келіп, мықты тұлға болғысы келетін болса, егер миына, ақылына кіріп жататын болса, ол бірінші не ол? Дисциплина екен. Дисциплина ұйқыдан басталады. Ұйқысы таза болу керек. Бірақ қай уақытта ұйықтау керек? Осыны ара жігін анықтап алатын болса, міне кеш бата тұру керек, таң атпай тұру, кеш батпай жатып, таң атпай тұрып кететін болса, нағыз адам сол тұлға болады. Соған енді жастар осы нәрсені айтып келе жатырмыз. Өзіміздің бойымызда болып жатқан әсерлерді бөлісіп келе жатырмыз. Мысалы біздерде
енді сахарный диабет болдық қой, енді ауру. Соның бәрі қазіргі уақытта осы спорт арқылы, күнделікті жүгіру, тұрақтылық арқылы сахар мүлде, дәрі-дәрмек мүлде қолданбаймын. Иә, мына судорога болды, аяқтар бір жағы жартылай судорога болып, мына не қолдар қарысып, аяқтар қарысып қалатын. Қазір ізі де жоқ. Мәселен, аллергия болатын, ол да ізі де жоқ. Тағы бірнеше экзема шығып кетті, бір нәрсе. Одан кейін бір нәрсе айтқым келеді халыққа да. Осы көбінесе қолтығы, мына шаты, саситындар бар ғой, шуаш шығып кеткен, мына су әшейін бір апта тоқтамай салқын суға түсетін болса, жоқ болып кетеді ғой. Бір тиын ақша жұмсамай-ақ. Қандай керемет өмір деген бар ғой, жалпы сұлулық, әдемілік бәрі осыда тұрса, енді халықтың ой санасы осы айтылып жатқан сөздер ұқпай өзінің баяғы өміріне түсетін болса, онда мен ештеңе айта алмаймын. Аға, осы біздің тұрақтылығымыз қалай ойлайсыз? Осы 1-2 жылдың төңірегінде көп емшілерге әсер етіп, жұмыстары жүрмей қалған сияқты көрінеді маған. Жұмыстары жүрмегенде халық көп, әлі 99-97% ба әлі сол баяғы өмірмен келе жатыр ғой. Атакаға шығып біздің қазіргі уақытта өте қатты біздің неміз, мына аптекалар, мынау нелерге қатты біз әрине соққы беріп жатырмыз ғой, фармацевтикаға. Содан кейін бір тема бар, оны өте үлкен тема, ол бүкіл халықтың надандық жолына түсудің тағы бір септігі бар. Ол арбау, адамдар бір-бірін жаңа кездегі сиқырлау, ол деген етек жайып кеткен. Енді түрі жаман, ол біздің үйге де бір нәрселер тастап кетеді, анау оны кім жасайтынын да білмеймін. Жалпы ойыма да кіріп шығып қайтты. Неше түрлі анада менің водителім анау матрастарды апарып таста десін, астынан ине, бір нәрсе, топырақ, бір нәрселер салып тастап жатыр да. Ондай нәрседе сондай жағы өте қатты қарқынды дамып кетіп жатыр ғой. Оны енді әрине мемлекет араласпаса, олар тоқтату жоқ. Оларды өздерін емдейді, екілер. Молдалар құраммен емдеп береді, аналар сондай нәрселерді бір-бірін, халықтың бір-біріне қарсы қойып, туысты бір-біріне қарсы қойып жатқан осындай сиқыршылар ғой. Сені анау мынандай қыпты, анау шынымен сенеді, мынаған сонымен ренжіп, қазір қазақ халқы деген өте үлкен адасу жолдарына түсті. Бұны енді басқа күндері осы тема жайлы бір жақсылап талқылап береміз. Оны енді өз мамандарын шақырсаңыз болады, осы жерде сол тақырып төңірегінде. Айжан Арыжан, саған көп рахмет. Бүгін керемет әңгіме болды деп ойлаймын. Ең алғашқы мынау YouTube канал ашуым өзіңмен басталды. Айжан Арыжанның Instagram парақшасына жазылыңыздар міндетті. TikTokта бар ғой, иә? TikTok каналына жазылыңыздар. Тек қана көрсететінің күнделікті сауалауатты өмір, ішкен, жеген, киінген, анау қыдырғандарын көрсетпейсің ғой. Тек қана халыққа пайдалы кеңестер ғана береміз. Мен жалпы стористарым, контенттерім таңғы 8-ге дейін ғой, одан кейін мені көрмейсіздер. Мен де ойлаймын сол, мен де ішкен, жеген, қыдырғанымды көрсеткім келмейді. Тек қана пайдалы кеңестер, осындай пайдалы жол. Біздің енді ашықшасы, шынайы халқымызды шынымен махаббатпен сүйгеннен кейін барлық халқымыз бақытты болсын, дұрыс жол таңдасын, дұрыс өмірдің сыр-қырын түсінсін деген осындай мақсаттармен осы YouTube каналды ашып отырмыз. Енді өзіңе де рахмет келгеніңе уақыт бөліп. Ал енді халқымыз өссін, өнсін, осындай біздің YouTube каналға келіп, тыңдап өздеріңіз бәлкім өздеріңізге керекті әңгімелерді, өздеріңіз өміріңізге керекті бір сұхбаттарды, ойларды, ақылдарыңызға ақыл қосып, бәлкім пайдалы кеңестер болып қалады деген ойдамын. Енді барымызша ойдағы жиналған дүниелерді айттық, ешқандай бір дайындықсыз. Ішінден керегін теріп аларсыздар. Өзімізбен күресейік, өзгенің қателігімен емес. Мүмкін бізде де ағаттықтар кеткен, дұрыс емес ақпараттар мүмкін кеткен де шығар. Сондықтан алдағы уақытта өзіміздің инсайттарымызбен әлде бөлісеміз. Біздікі тек өзіміздің басымыздан көріп, дәлелмен сөйлеген сөздер. Сондықтан дәлелмен істеп жүрген кісілерге сеніңіздер, ауызбен жинақтап ақпарат айтып жүргендерге емес. Біздер енді оқып, біліп, біреудің сөздерін қайталамай, біз бойымыздағы әсерлермен бөлісеміз. Сонан кейін барып, жалпы баршаңызға рахмет. Тыңдаңыздар,
керемет деп ойлаймын. Біздер енді бүгін ешқандай бір-бірімізге не айтамыз деген әңгіме де болған жоқ. Келдік, отырдық, әңгімені айттық, ойымызды сіздерменен бөлістік. Ал енді YouTube каналда ары қарай берекелі болсын аға. Тоқтамаңыз. Адамдарға, халыққа пайда беретін керемет бір подкаст болсын. Осы парақшаға тіркеліңіздер, қарап жүріңіздер. Жандарбек аға білем, жаңағыдай ахаху адамдар шақырмайды. Мықты айтары бар, халыққа пайдасын береді деген, мықты кісілер шақырады деген ниеттемін. Сондықтан назарларыңыз осы каналдан үзілмесін. Рахмет аға, ауырмаңыз, шаршамаңыз, әрдайым бізге осы үлгі болып жүре беріңіз. Күлімдеген бейнеңізбен сіз бізге үлгісіз. Алдыңғы арба қалай жүрсе, қазақта соңғы арба солай жүреді дейді. Сондықтан сіз бастап бара жатсыз, біз сізден аларымыз көп. Тоқтамаңыз аға. Рахмет сізге. Баршаңызға рахмет, бірге болыңыздар.